Bitti cevabım bu. Benim endi bir aytarım. Mınaның bәрін айтып барда тағы bir aytarım. Ескереміз. Келін, үйде келін, мектепте мұғалім. Бұған жазбаш. Жазып алыңдар да шығарып беріңдер. Жазып алғанда не істейін деп тұрсыңдар сендер? Жоқ, шығарып беріңдер, шық десек шықпайды. Жаным ашып өлетін болды. Таңертең сағат 7-те кетеді. Түнгі 9-да келеді. Қағаз басты болды. Жұмысы өте көп. Тыңдап ал. Қағаз шығарама не істейді? Сен түсінбегеннен кейін тұра тұршы, мен мұны қойып алайын саған. Сонда би ашып, баласы да сабақ үйрете алмайды. 9-да үйге келгенде келін бейшара битеп қайға келген білмей, битеп деп тұрады. Жанымыз ашып кетеді. Не болды келін-ау, не болды, не қыласыз деп сөйтіп, отырсай деп сөйтсек. Жоқ, балалар дейді, үлкен үзіліс далаға шығыңдар дейді. Бәріміз далаға шығып кетеміз. Қой, келін ашып. Ой, өткенде мына қараш, жаным ашып келінме. Жылағым келе. Bir молданы шақырып Құран оқытты үйде. Ана бейшара молда ұзақ сүреден жіберіп, аумин деп біткеннен кейін, ал келін не қыласың, жинайсың ба десем, жоқ оқушылар қайталаңдар дейді. Қайтадан Құран оқып шықтан молда дейді. Бұл не бұл? Бұл енді, сұмдық болмадыр, сұмдық болмадыр. Сенен бір өтініш. Шырағым өтініш. Мектеп соғып астындар, рахмет мектеп. 100 мектеп, 100 аурухана. Рахмет оны. Аға, әбетке бару керек еді, ағаның ет болды. Енді өтініш бері қара. Ана комиссияны көбейте бермеңдерші. Сен өзі келсең келе бер. Қалған немене комиссияны? Үйден тұқымады қойбайсың. Тамағаны қыл. Кеше ғана кел манты жасап атқан. Көптен бір манты жемемек. Қуанып қойырма, жақсы болды ғой деп. Үйде келін әкемеді, ұмытып кетті ау дедік. Өзі жами ашып жүр ғой. Біз де ұйықтай салдық. Таңертең береді жар дедік. Таңертең намазға тұрсам, бейшара келін 7-те кетеді ғой. Тұрып алып, ана табаққа орап алған кетіп барады. Сосын, ай деп, балдарға дебім. Жоқ деді, кешіріңдер деп. Комиссия келген соғара кетіп барадымыз дейді. Ай, аузымыздағын жырып жейтін болып тұр ғой. Мынау жеген ба сонда? Егерде осы ғана кетіпті ғой. Біз манты емес, палау деп айтқанбыз. Сен енді мен жаңа айтатыным, жоғар жақа. Мұнан бәрін айтасың ба, айтпайсың ба? Сен айтпайсың оны, біліп тұрмын. Сен бүйтші. Ескереміз. Ескертсен бұлай қыл. Мектептің қасынан жындыхана соқсын. Не үшін? Ана мұғалім бейшара пенсияға шыққанда, я бұны жындана тұр. Бірден ананың ішіне кіргіз бересіңдер. Ақымақ күлі қор. Сен облысқа бар, мақым ба? Ана жындыханада жатсаң мұғалімдер ұрып өлтіреді сені. Сіз сол астанада қаларсыз деп мен ойлаймын. Жарай ма? Жарайды, болдыңыздар ба? Енді, қайтыңыздар сіздерде, қайтыңыздар бізде. Қайтайық, біздің қаншама қағазымыз бар, қаншама жұмысымыз, отчеттарымыз бар. Қайтпаймыз. Неге қайтпайсыздар, неге қайтыңыздар? Неге келдік біз, немеремізді мектептен күтіп тұрмыз. Құра бересіздер, неменесіне күтесіздер? Олар адасып кетеді дейсің ба? Ауылына кете береді ғой, үйлеріне кете береді өздері. Немене кетесіздер? Соларды осы ауылда адасып кетеді деп тұрсың ба сен? Немене кетесіздер, қайда? Сұңқысы ауыр ғой. Біз күрішпіз ғой екенбіз. Небір кемпір шал келеді. Көтер алмайды сумка шығарған кітаптарыңды білесіңдер ма? Жападай кітап шығарады. Жоқ, сіздер 15 килограмм кітап. Кітап шығарады. Сіздерде қызықсыздар, арнайы сондай сөмкелер бар ғой, доңғалақтары бар сөмкелер. Сүйреп жүре бересіздер ғой. Сен қалада тұрсың ба? Сен ауылда тұрған жоқсың ба? Ауылда тротуар бар ба? Жолдара сөмкеге батпақ болып жүреміз. Баяғыда кітап, бір жапырақ кітабы, бір жапырақ кітаптың бар ғой, бір жапырақ дәптер, қазір кітап қандай болса дәптерді сонда ғой. 15 килограмм, 20 килограмм, не деп өсімді қайым? Баланың грижа болады баланың. Мен бала немеремен ата деді көрдің бе? Құлады ғана. Қайтып құламайды, ай сұңқысы ауыр ғой. Қай құлады ғой. Деп бұлағы шығар, балама жаным ашып. Сенен келген бір жақсылығың болсын. Сол соң бұны үйге дейін көтеріп баш. Өзіңнің программаңның қанша ауыр екенін сонда білесің. Жарайды. Жоқ, қойыңыздар, ят болады. Бой өспей қалады, баланың бой өспей қалады. Қайрын ағадан ят болады, қойсаңыздаршы. Қоймаймыз, Жоқ, қойсаңшы аға, енді. Давай, жүр. Енді оңғайсы. Бол. Жүр. Сен мен баламды. Қай баласы?